Баршаға қайырлы күн достар, есімім Темірлан Мұқашев және мен үйдемін. Бір жақта саяхатта шетелде емес, ал үйде отырмын, компьютердің алдында күнделікті видео жасап, жалпы жұмыс істеп, жаңа саяхатқа ақша жинап, ендеше соңғы жаңалықтардан дегенде мен өзіме осындай интро жасадым. Қараңыздар, тамашалаңыздар. Ендеше интро қалай шықты, ұнады ма? Ұнаған болса, онда лайк басып жіберіңіздер, ұнамаған болса дизлайк басып жіберіңіздер. Жалпы бір қызығы, мен 2015-16 жылдары тапсырыс бойынша интроларды жасап жүретін едім. Өз арнамды жүргізіп жүргеніме 5 жыл болды. Енді ғана неге менің арнамда интро жоқ деген сондай бір ой келіп тұр. Біз мына жерге не үшін жиналып отырмыз? Мен жалпы бір керемет қызық ойынды таптым. Бұл GeoGuessr деп аталатын ойын. Мәні неде? Енді Google Maps деген картаны білетін боларсыздар. Бұл жерде әлемнің кез келген жеріндегі, кез келген емес, жалпы әлем жер шарындағы көптеген көшелер мен жолдар барлығы виртуалды түрде камераға түсірілген. Міне байқап тұрғаныңыздай, арнайы Google-дің машинасы жүреді, 360 градус камерамен көшелерді түсіріп шыққан. Тіпті Қазақстанымыздың ең басты тас жолдарын, қалалардың іштеріне кіріп көптеген көшелерді түсіріп тастаған. Енді осы GeoGuessr деген ойынның мәні, гео деген бұл жалпы әлемдегі бір нүкте, кез келген нүкте, guess деген бұл табу. Яғни осылай бізді Google картадағы кез келген әлемнің жеріне бір жерге апарып қояды, бірақ айтпайды қай жерге. Біз сол картада бұл қай ел, қай қала, қай көше екенін табуымыз керек. Біз енді біреулеріңіз әрі дұрыстап түсінбей жатқандарыңыз болса, қазір ойынның барысында барлығы түсінікті болады. Ендеше көп созбай бастайық. Кеттік. Міне осындай ойын, мына жерде GeoGuessr деген жалпы мультиплеер керекті. Мында жаңа бір ойынды бастайық. Мына жерде қызық болсын деп мен өз-өзіме ойнамай, маған қарсы міне Каспар Фоун деген кісі ойнап жатыр. Дәл мен сияқты компьютердің алдында отыр. Бір Британияда болса керек, мүмкін Лондонда енді осылай мен сияқты ойнап жатыр. Мысалы, көрермендерім қараңыздар, біз бір кез келген жерге тастады, енді тауып көріңіздер, ал қай жер бұл? Бұл Бразилия ма, Африка ма, Ирландия ма, қай жақ мынау? Индонезия ма дегенде, бірақ әрине бұның барлығы меніңше солтүстік Еуропа. Міне менде 10 секунд қалды, маған қарсы ойнап жатқан кісі әлде қашан басып қойған. Меніңше бұл шамамен Варшаваның бір жерде. Жоқ, бұл Будапешт екен, Венгрияның орталығы. Енді менде 6000 ұпай болады, соның барлығын жайлап жей береді. 1600 ұпай жеп қойды. Ары қарай кеттік. Бұл қай жақ деп ойлайсыздар? Меніңше бұл, қараңыздар, Бельгияның шоколад дейді. Опа, нау дегеніміз Бельгия екен, анық. Бірақ қай қала? Гент па, Брюгге ма, Брюссель ма, Антверпен ба? Енді Антверпен дей салайықшы, мейлі. Енді қазір мен бірінші болып картада белгілесем, маған қарсы ойнап жатқан кісіде 15 секунд қалады, міне 7 секунд қалды. Енді ол табу керек қай жер екенін, ол да басу керек. Ол Швейцария деп ойлап қалды. Неге ол Швейцария таңдады? Өйткені ол оқымай қалды, жаңағы Бельгия деген, Бельгия шоколад деген жазуды көрмей қалды да, жан-жаққа жүріп Швейцария деп ойлап қалды. Үйлерге қарайтын болсақ, бұл бір Эстония ма, немесе мені СК дейді, СК сайт. СК бұл дегеніміз не? Словакия да, меніңше. Бұл Словакия болуы мүмкін, Словакияның Братиславасы дей салайықшы мені. Кошица екен. Екеуміз де Братиславаға басқанбыз, екеуміз де сол СК дегенді көріп қалған болсақ керек. Бір баннерда сайттың атауы жауып тұр, бізде KZ болса, оларда СК, осылайша Словакия деп ойлап қалдым. Енді қараңыздар, бұл қай жақ? Мына жақта машиналардың нөмірлерінде
сол жағында көкдақ бар. Демек бұл Еуроодақ мемлекеті, бірақ қай мемлекет соны табу керек, қай мемлекетке ұқсайды, қалай ойлайсыздар? Шығыс Еуропаға ұқсайды меніңше. Бірақ мен әбден қателесуі мүмкінмін. Бұны дейтін енді дұрыстап анықтап табу керек. Көрермендерім, сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл қай жақ? Мына жазуы қандай тілде екен? Страда Сава Хентия дейді. Меніңше бұл бір Чехия ма, сондай жақтар. Шығыс Еуропаға ұқсайды, былай жоқ Чехия емес, жаңағы Эстония, Латвия, Литва дегендерге ұқсайды. Меніңше Мені маған қарсы ойнап жатқан кісі әлде қашан басты бір жерді бір нүктеде. Енді менің кезегім, мен 10 секунд қалып, менде бір жерді таңдау керекпін тез арада. Енді Вильнюс дей салайықшы, мейлі. Бұл Румынияның Бухарест екен. Бірақ маған қарсы ойнап жатқан кісі тіпті Италияны таңдап қойған. Қалай Италия деуге болады ананы, бірақ ол да ойлап отырған болар, қалай бұны Литва деуге болады деп. Так, Васала Курт дейді. Мынау енді, так, мына жерде тук-туктар. Бірақ Үндістанға кішке ұқсамайтын сияқты, қалай ойлайсыздар көрермендерім, бұл қай жақ? Әлде Үндістан ба? Үндістанға ұқсайды екен енді. Мынау тап-таза болып тұр. Үндістанға бір жағынан кішке ұқсамайтындай болып. Меніңше бұл Шри-Ланка. Меніңше бұл Шри-Ланка. Шри-Ланка осындай таза болады әдетте. Білуімше Шри-Ланкада болмадым, бірақ Үндістанда болдым. Меніңше бұл Шри-Ланкада Коломбоның бір жерін баса салайық. Шри-Ланка бұл таза Үндістан деп айтатын еді бір саяхатшылар. Мен дәл таптым. Коломбо. Ендеше мен жеңдім. Қараңыздар, опайды жеп қойды. Бірінші адамды жеңдік, енді әрі қарай кеттік, әрі қарай жалғастырайық. Қалай көрермендерім, ойын қызық па? Осындай GeoGuessr деген ойын, тағы да бір Ицкилла деген Британияның азаматына қарсы ойнап жатырмын. Ендеше кеттік. Бұл Жапония, осындай автоматтар, тар көшелер. Әлде мен тез шешім қабылдап отырмын. Бұл Жапония ғой. Жапонияның қай қаласы? Бұл енді өте қиын Жапонияны табу, қай қаласы екен. Жапонияда кішкентай емес, ол ұп-ұзын, сондай созылады да. Ендеше білмеймін, мына жақта бір Осаканың маңын таңдай салайықшы. Бұл Токио екен. Бірақ маған қарсы ойнап жатқан кісі Корея деп ойлап қалып, мен жақынырақ болғандықтан одан ұпай жеп қойды. 6000 ұпайынан азайып жатыр ода. Әрі қарай жалғастырайық. Бұл Индонезияларға ұқсап қалады. Рупия дейді. Бұл Индонезия. Индонезиялық рупия. Федерал центр. Балиның бір жері деген сияқты жерлерге ұқсайды. Мынау Бали. Неге? Өйткені Индонезия жалпы мұсылмандар мемлекеті, бірақ бұл ислам дініне жататын зат емес. Бұл индуизм дейма, индуизм дейма, сондай бір Балида ғана ұстанатын дінге жатады. Сондықтан Балиның бір алысына жақтарын, Убуд жақтарында мына жерлерін басайықшы. Оның барлығы Балиның барлығы аралап шықтық негізі кезімізде. Ал кеттік. Қай жер екен? Мүмкін қателесіп жатыр ба? Мүмкін бұл Индонезияның басқа аралы болар. Бұл Үндістан деп ойлап жатқанда, мен Бали екенін дәл таптым. Өйткені Балида бірнеше ай бойы өмір сүрдім. Міне ойында осылай бітіп қалды. Өйткені ол маңдаланы таңдап қойды, мен дәл Бали екенін таптым. Осыдан одан ұпайды жеп тастады. Әрі қарай жалғастырайық. Кеттік, көп созбай. Міне маған қарсы Гонконгтан бір адам ойнап жатыр. Анноид Салами деген бір кісі. Ендеше кеттік. Қай жақ деп ойлайсыздар көрермендерім? Өз логикаларыңызды қосыңыздар. Мына жерде табиғатқа мән беру керек. Бұл байқалып тұр. Оңтүстік жер шарымыздың оңтүстік жағы екенін табиғатынан байқалады. Сол жаңағы бір Малайзия ма, Индонезия ма, Нусантар дейді. Нусантар деген арал ғой бар ондай Индонезияда. Калимантанның бір Нусантар деген жері бар мында, бірақ меніңше бұл Нусантарының өзінде Нусантар деп аталмай, Джакартаның бір жері сияқты меніңше. Байлар тұратын ауданы ма? Мына жер баса саяқ көрейік енді. Меніңше бұл Индонезия тағы да, бірақ Бали емес енді. Ендігі жолы. Міне осындай көрдіңіз, солтүстікте осындай өсімдік жоқ мысалы. Соны ескеру керек. Джакартаның
осындай жер екен. Джакартада да болдық. Жалпы Куала-Лумпур деп қателесіп қалды. Негізі Куала-Лумпур деуге де қателесуге болады. Бұл үлкен қателік деп санамаймын. Өте қиын бұның барлығына ажыратып табу. Так, мына жақта қараңыздар. Жолдың бағыты сол жақты. Көрдіңіздер ма? Бұл қай мемлекеттерде сол жақпен жүреді? Осының ескеру қараңыздар. Куала-Лумпур дейді. Ендеше Куала-Лумпур екенін біліп, ана кісі де басқан болар. Куала-Лумпур екенін біліп қойып, мына жерін баса салайық бізде. Ол кішкене жақынырақ, сондықтан менен кішкене опай жеп қойды. 6000-дан не бар 18-ақ. Ендеше келесі раунд, 3-ші раунд. Ал көрермендерім, бұл қай жақ? Табындар ал. Так, мына жерде бір жазу бар. Не деп тұр мұнда? Қандай тілде? Байқап тұрғанымыздай, бұл грек тілінде жазылып тұр. Сондықтан Грекияға барамыз да. Грекияға қайда мұнда Грекияға барамыз да. Афинның бір жерін баса салайық. Анау кісі, маған қарсы ойнап жатқан кісі, бұл осы баннерларға мән бермей қалып, не деген тіл екенін анықтамай қалғанда, бака басып тастайық, оған уақыт аз қалдырып. Бірақ Афинаға ұқсамайды ау, астанасына ұқсамайтын сияқты. Бұл дейтін басқа қалды екен. Екеуміз де Афин деп бастық. Ары қарай кеттік. 4-ші раунд. Так, бұл жерде не дейді? Iglesia Jesus Cristo. Бұл Латын Америкаға ұқсап тұр. Испан тілінде жазылып тұр. Испан тілінде, бірақ қай жақ мынау? Бізде солтүстік қайда? Солтүстік. Солтүстік мұнда, күн солтүстікте. Демек, бұл төмен жағы. Аргентина жерін баса салайық. Бұл Мексика екен. Гватемала екен. Ол тапты ма не? Байқамай қалдым, ол қай жерде басы? Гватемала екен тапқан ба не ол? Так, Утрех, Роттердам дейді. Так, Роттердамға бұрылатын жер. Утрех, енді Голландия екен танып тұрмыз. Нидерланд мемлекеті екен танып тұрмыз, бірақ Роттердамның маңы да шамамен. Мына жерге басайықшы. Амстердам екен. Мен кішкене жақынырақпын, сондықтан одан кішкене опай жеді. Қараңыздар, қазір опайды дабл дамаг деп тұр, көрдіңіздер ма? Қазір 2 есе көп опай жейді. Мына қандай тілде? Expecto residentes accediatos zona monumental дейді. Бұл меніңше Португалия немесе Испания. Машинада бір сайт жазылып тұрған жоқ бекен. Mudanzas Rossio, Севилья дейді. Опа, бұл Севилья болып қалу әбден мүмкін. Ендеше Севильяның орталығын баса салайық. Анау кісі осы жазуды көрмей тұрғанда мүмкін ана жаққа кетіп қалған болар да, мына жақта жүрген болар ағып. Мына жақтарда бір жазуларды іздеп қайқала деп. Екеумізде Севилья екенін таптық, бірақ мен кішкене жақын болдым. Одан кішкене опай жеді, бірақ ол жеңіп жатыр. Менде опай 1000 ғана қалды, ода әлі 3000-дай бар. Так, бұл Африкаға ұқсайды. Африканың меніңше бір солтүстік жағы деп ойлаймын. Опа, жоқ, мынау дейтін меніңше Уганды ма, Руанды ма, сол жақтар сияқты. Руанда екен. Ол жақынырақ. 137 опай қалды. Енді Угандыда болдық, табиғаты да ұқсайды, сол қызыл құм. Қандай не деп тұр? Қай жақ мынау? Көрермендерім қалай ойлайсыздар, қай жақ бұл? Өте қиын екен. Гуи-Блеу 2025 дейді. Бұл қай жақ Гуи-Блеу? Базилика, Сант-Мария, Анцелия. Так, Европаның қай қаласы мынау? Испания ма, Италия ма? Әдетте осындай жерде жалаулары тұратын еді. Бұл Италия тілі, бірақ қай қала? Таксилердің жазылып тұрған жоқ екен, қала атауы. Бұл Италия екенін анықтадық, Италия тілі тұрғандықтан. Міне Италия туы да тұр. Енді меніңше бұл Рим сияқты.
Римді баса салайық, мейлі. Маған қарсы ойнап жатқан кісі де ұзақ ойлануда. Қараңыздаршы, әлі басқан жоқ. Римнің орталығын баса салайықшы, мейлі. Жалпы, жақында Италия туралы видео шығады. Римда жүрем, Венецияда жүрем, Миланда жүрем. Осы келесі апта шығады. Екеуміз де Римді таңдадық. Бірақ мен кішкене жақынырақ одан. Қараңыздар, 3-5 есе дамаг, яғни қазір ұпайды қатты жейді. Мүлдем қателесуге болмайды қазір. Бұл меніңше Латын Америка. Әлде Африка ма? Жоқ. Мынау не? Замбия ба? Замбия, Лусака, Замбия сияқты меніңше. Африка екен. Мынау такси бірдеңе айтып берші маған. Осы таксилерде бірде қаланың жазуы жазылып көмектеседі негізі. Задет мейлі. Замбия болса Замбия. Көрейік. Йоханнесбург. Осылайша отылдық. Еші кетпейді, енді ары қарай кеттік. Қазір кімге қарсы ойнаймыз? Михаль деген бір Польшаның азаматы. Мен Баберкин деген бұл әйелімнің инстаграмы ғой. Ендеше бұл Африка болса керек. Оңтүстік Африкаға ұқсап тұр. Жылқы жүгіріп жүр, жері болса қызыл. Оппа, нау не деген ту. Сайт жауып тұрған жоқ бекен. Меніңше бұл мына жақтар сияқты. Бұл Дакар. Осылай үлкен етіп, мені қараңыздар. Опайын жеп қойдық оған. Опай өте аз қалды. Африканың бір жерін екен таптық, Сенегал екен. Карлоу Плац дейді. Мынау шығыс Еуропаға ұқсап тұр. Польша ма? Ойбай, мынау Польша болса мен кеттім оғанда. Дәл табатын сияқты. Мынау енді Польшадан болғандықтан осы кісі менен де жақсы анықтау керек мына жақта болмайтын. Бір Чехияға ұқсап тұр меніңше. Қайдамдар жалау ма бірдеңелер тұрған жоқ пекен. Сайттың аты осы анықтап табу керек. Қиын екен, қиын. Өте қиын. Қай жақ мынау? Қай тілде жалып тұр? Мен білмеймін, мен ажырата алмаймын ол тілдерді. Италия мен испан тілін әрең ажыратып отырғанда, меніңше бұл Чехияның Бруно дейікші мейлі. Баса салайықшы көп созбай. Бұл Австрияның Грац қаласы екен. Ол дәл тапты. Көрдіңіз, Австрия тілі мен Чехия тілін ажырату білу керек дегендей. Мынау қай жақ көрермендерім? Арабша жазу, ағылшынша жазу, оң жақты бағыт. Бұл Абу-Даби дейді. Дубай екен. Абу-Даби емес, Дубай. Бірақ маған қарсы ойнап жатқан кісі Қатар мемлекеті деп ойлап қалды, осы қателесіп. Ендеше ары қарай кеттік. Бұл бір номерлерінде мында сол жағында дақ жоқ, көк дақ жоқ демек. Бұл бір Ресей ма, Украина ма болса керек. Жақтарда дым жоқ сияқты. Осыны басты көшеге оппа, жаңа рубль деген баннерда көрдім. Кухня дейді. Улица дейді, Хамовенический вал. Баннерда қаланың аты жазылып тұрған жоқ бекен. Жазылып тұрған жоқ. Ресейдің бір жері болса керек. Оппа, не дейді мұнда? Не дейді мұнда? Мы первый дейді. Анна Щербакова. Салон красоты. Архитектурасына қарап та анықтау қиын, но дейтін меніңше Питер, Казань, Москваның бір шеті дей салайықшы мейлі. Мәскеу екен таптық, Ану да Мәскеу екен тапты. Екеуміз де бірдей жердеміз, сондықтан ешкімнен опай шешпей қойды.
Так, мына жерде испанша жазу сияқты. Ойбай, анау қай жақ екен? Бош дейді. Қиын екен, қиын. Қай жақ екен мынау? Көрермендерім, қалай ойлайсыздар? Бұл Латын Америка ма? Латын Америка, я. Қай, солтүстік па, оңтүстігі ма? Оңтүстік Америка ма, солтүстік Америка ма? Так, мынау осындай киінетіндер меніңше Боливия жақ. Халқының дәстүрлі киімдері әдетте осылай Боливияда меніңше бар. Әйел адамдары да Боливия деп ойлаймын, андай бір Боливия қайдан, Ла-Паздың бір жерін баса салайықшы, көрейік. Дәл таптық, Өне жай ғана саяхат туралы көп қызығатын болғандықтан түрлі халықтардың киінгендерін көрдім. Осылай Боливия осы ерекшеленеді. Әйел адамдары ірі, бәрі қалың киінеді, үлкен осындай панамаларды киіп жүреді. Осы арқылы білдік бұл Боливия екенін. Жай ғана көшедегі бір сурет арқылы танып біліп қойдық. Бұл енді ары қарай жалғастырайық. Маған қарсы Испаниядағы бір кісі ойнап жатыр. Так, мынау қай жақ екен? Испаниядағы кісіге оңайырақ болу керек, өйткені Еуропа дегенде ғой кішкене. Әлде мен сондай бір артық ойыма менде сондай. Қателесіп жатырмын ба? Марсель дейді. Оппа, тездетіп баса салайық Марсельдің бір жеріне. Ана кісі Марсель дегенді көрмей тұрғанда. Марсель әдемі екен, қараңыздаршы. Ол Италияда Флоренцияны басты, ал мен Марсельді көріп қойдым да, Марсельді басып енді алға шығып кеттім. Бірінші раунд менде, ары-ары жалғастырамыз. Енді осындай көшелер қай жақта? Мынау америкалық фильмдердегі суретке ұқсайды, осылай тұрған. Меніңше бұл Америка, ақш мемлекеті. Оң жақты бағыт, Австралиядағыдай сол жақты бағыт емес. Бай, қиын екен. Солтүстік жақ екен байқалады табиғатынан. Мына жақтарды баса салайықшы. Мен жақынырақпын. Бұл Канада екен. Ода енді 2832 опай қалды. Менде әлі 6000. Ары қарай жалғастырамыз. Үшінші раунд. Так, мынау қызыл кірпіш әдетте осындай Латын Америка екен. Анықтадық, енді көрініп тұр ғой Латын Америка екен. Бірақ қызыл кірпіш әдетте сол Боливия мен Перуның арасында болады. Меніңше бұл Боливия сияқты, Ла-Паздың бір шет жағы. Міне. Енді геогесауды ойнап жүрміз ғой, күнделікті. Үнемі қызыл кірпіш ғимараттар бұл Боливиядан шығады, немесе Перудан. Енді екеуін арасын Боливия дей салдым, осылай дұрыс таптық, ары қарай кеттік. Маған қарсы ойнап жатқан кісі де айтпақшы, дұрыс тапты Боливия деп. Так, калидат аусусисистема не дейді мынау? Мынау қай мемлекет? Латын Америка екен, әлде Еуропа ма? Енді испанша жауып тұр, аны көріп тұр. Машиналардың номерлерінде сол жағында көкдақ бар ма? Жоқ, демек бұл Испания емес, демек бұл Латын Америка. Енді табиғатынан байқап тұрмыз, орталықта Америкалар. Бұл енді солтүстік жақ емес, оңтүстік жақ болса керек. Пальмаларды қараңыздар, өсіп тұрған. Меніңше бұл бір Колумбия сияқты. Бұл Перу екен. Міне, тағы да біреуді жеңдік. Ары қарай енді тағы бір соңғы ойын ойнап жіберейік. Осымен аяқтайық сосын. Жалпы қалай достар, ұнап жатыр ма ойын? Бұлай өздеріңіз қарап отырған боларсыздар, менімен бірге өздеріңіз ойнап отырған боларсыздар.
ой шабыстарыңыз менімен бірдей ма? Жалпы тауып жатырсыздар ма? Қалай дұрыс тауып жатырсыздар ма әлде мүлдем лағып қателесіп жатырсыздар ма? Соны жазып жіберіңіздер. Ендеше тағы бір соңғы ойынды ойнап жіберейік бір раундты. Сосын осымен тамамдайық. Так, маған қарсы қазір ойнайтын кісі бұл Пульпе деген Францияның азаматы. Ал кеттік. Так, Фармасияс Манрикез дейді. Бұл дегеніміз бір Испанияға ұқсап тұр. Сантьяго Мустермен песіп. Так, бұл Чили сияқты меніңше. Сантьяго қаласы Чилидің. Міне қараңыздар, пальма бар. Енді Испанияда да пальма бар ғой, бірақ меніңше бұл Чили сияқты. Дәл таптық. Екеуміз де Сантьяго екенін таптық. Чилиның астанасы, бірақ мен кішкене жақынырақпын. Ары қарай кеттік. Екінші раунд. Бірінші раунд мен алып шықтым. Так, мұнда не деп жауап тұр? ЦА дейді. ЦА-дан қандай мемлекет басталады екен? ЦА. Чехия ма екен? Жоқ, Чехия ЦЗ. Ё-мое, ЦА не ол? Кроатия ма? Хорватия ма ЦА? Ё-мое, маңдалаға қателестік. Канада екен ЦА. Қараңыздар, менде өте аз ұпай қалды. Енді Франция азаматы, Канадада французша сөйлейді, ЦА, оның бәрін білетін болып тұр. Мына дегеніміз бұл архитектураға қарасақ, сол жақты бағытпен жүреді. Ал Еуропада сол жақты бағыт қай мемлекетте? Көрермендерім қалай ойлайсыздар? Дұрыс, Британия мемлекетінде, немесе. Опа, Болтон дейді. Болтон қай жақ бұл? Болтон. Ондай футбол клубын білемін Болтон. Бірақ ол қаншалықты үлкен қала, әлде Лондонның бір ауданы ма? Көрмей тұрмын Болтон, сондықтан Лондонның бір ауданы сияқты меніңше бас салайық сол жерге. Дублин екен. Ё-мое. Қатты қателестік. Бұл Ирландия екен. Ирландияда да жалпы сол жақты бағытпен жүреді жол машиналар. Салон красоты Дунаевского улицы дейді. Опа, мынандай архитектура. Мынау Москва-Сити, да? Мынау Мәскеудің орталығы болса керек. Невский проспект ма, не дейтін еді анда? Кутузовский де ма? Да? Кутузовский ма мынау? Кутузовский проспект. Мәскеуде. Франция азаматы біле ме екен ондайда? Мен өзім білмеймін, мен қайдан білетінмін бұны. Кутузовский проспект қай жерде мұнда? Тверская, Петровский бульвар. Мәскеу Сити жалпы қай жерде бұл? Мейлі мына жер бас салайықшы. Мына жақ екен. Екеуміз де бірдей бағыт қашықтықтамыз, сондықтан ешкімнен ұпай жемей қойды. Ары қарай кеттік. Қазір 1-5 есе ұпай жейді көбірек. Тар көшелерден шығып кету керек. Ары қарай бармайма не? Сағына орман болып жатыр, ол қай жақ екен? Үндістан, Дели. Үндістан, Делидің бір осындай жерлері дейік. Ал үміттенеміз, маған қарсы ойнап жатқан кісі бұны байқамай қалды деп. Мен жақынырақпын. Жалпы болды. Жақсы тапты. 2 есе дабл дамаг дейді. Қазір 2 есе ұпай жейді. Откройте для себя счет для бизнеса ВТБ.ру дейді. Слемен Слепаков ВТБ. Мынау тағы да Мәскеу болса керек. Да, Мәскеу мекен. Ресей шығай берді ғой. Ары кеттік.
екеуміз де Мәскеу екенін таптық. 2-5 есе қазір ұпай жейді. 7-ші раунд. Так, мынау қай жақтар? Америкаға ұқсай ма кішкене? Мынау қай жақтар? Так, табиғатына қарасақ, тропикалық жақтарға ұқсамайды, солтүстік жақ болса керек Американың. Опа. Анау Black Lives Matter деген қай қаладан бастау алып еді? Сол естеріңізде бар ма? Кішкене Канада жақтарға ұқсайды, мынау осындай архитектура. Американың Чикаго ма, Монреаль, Торонто. Мына жақтар сияқты меніңше. Мен мына жерді бас салайықшы аттағаны. Опа, осындай қай жақта бар? Қай қалада кім біледі? Осындай мүсін отырғышқа. Вашингтон DC екен. Мен жақынырақпын. 3-5 есе ұпай жейді. Міне оған үлкен етіп ұпай жеп қойды. 3 есе дамақ қазір алады. Так, даже адамдар футбол ойнап жатыр. Евроодақ. Так, мынау Испания сияқты, ана же Пантайя деген машинада жазу тұр. Андай испан тілінде. Ал тұрған жоқ автобуста. Опа, Escuela de Fútbol de Barcino дейді. Ай, дым айтып тұрған жоқ. Қай қала, қай жақ, мынау. Опа, мына қоқыс жәшіктері бір көп айтып бере алады негізі. Де Барселона дейді. Окей, рахмет қоқыс жәшіктер. Сіздер маған бұл Барселона екен айтып бердіңдер. Енді Барселона жерін баса салайық. Міне осылай қарап отыру керек. Қоқыс жәшіктер, таксилер, автобустар, баннерлер көп айтып бере алады негізі. Опа! Барселон деп дәл таптық. Енді оған 14 000 ұпай жеп қойды. Ол Бразилия деп ойлап қалды. Ендеше осымен бүгінгі шығарылым тәмам. Алда тағы да осындай бірнеше шығарылым шығарайын ба, жоқ па? Қалай ойлайсыздар көрермендерім? Жалпы осындай форматтағы видео ұнады ма? Жай ғана көптеген мемлекеттерге барған шығарылымдардың арасына осылай бір кідіртіп, ойын ойнап жіберген виртуалды саяхат туралы шығарылым қалай ұнады ма, жоқ па? Соны комментарияға жазып жіберіңіздер пікірлеріңізді. Сонымен қатар менің арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар, және міндетті түрде өтініш ана жерде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әйтпесе алдында маған әкем айтады, неге сенде видео шықпай жатыр? Қалай шықпай жатыр? 2 ай болды, қалай мен Еуропадағы видеоны шығарып жатыр, мен көрмедім дейді. Бұрын шығып тұратын еді, қазір шықпайтын болды дейді. Сондықтан өтініш көрермендерім, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жалпы жазылғанның өзінде де шықпай ма? Сондықтан ендеше алда тағы да 2-3 видео шығады Еуропадан. Келесі шығарылымдарда көріскенше.